адам бата Хауанадан тараған ұрпақ. Одан кейін топырақ апаты болды. Бүкіл 5 материкке бөлініп кетті. Енді содан кейінгі кезең су апаты деп аталады. Су апаты да болып кетті. Біздің өмір сүріп отырған дәуіріміз от апатына келе жатырмыз біз. Астағфиралла. Біз от апатына ұшырайтын ұрпақ болып есептелеміз. Сонда одан кейін ең соңында жел апаты болады. Жел апатында өзі бүкіл дүниесінде адамдар түгелдей жоқ болады, тіршілік мүлдем тоқтайды. Бұл дүние, жалған дүние өзінің жұмысын тоқтатады. Бұл уақытша дүние. Таудың шарбасына ағаш шығаруы, оның өніп осы кезге дейін тұруы өте ғажап дүние деп есептеймін. Ол бірінші Құдайдың құдіреті, екіншіден озған пайғамбардың құрметіне жасалған мұғжиза деп есептеймін. Өйткені таудың басына ағаш шығуы логикалық жолмен алғанда мүмкін емес. Өз көзіммен барып көріп қайттым, кез келген адам оны көріп қайтады. Ол барғанда сондықтан сол көзімде әулие атанып кетеді. Озған пайғамбар деп ешкім айтпайды.